Әдебиет менің отбасымда. Менің әкем Батыс Қазақстан облысындағы Хадиша Бөкеева атындағы қазақ драма театрында актер болып жұмыс істеп келе жатқанына 26 жыл болмақ. Театр сахнасында қойылатын қойылымдар әдебиетпен тікелей байланысты. Театр өз көрермендеріне тарихи шығармаларды, тарихи тұлғалар жайлы өмірлік тәлім-тәрбие беретін қойылымдарды ұсынады. Менің әкем әдебиетте ерекше орын қалдырған тұлғаларды сомдаған болатын. Мысалы, Абайдың әкесі Құнанбай, Бауыржан Момышұлы, Сәмеке хан, Жәңгір хан, Жұбан Молдағалиев сияқты ұлы тұлғалар. Абай атамыз жайлы айта кетсек, әдебиетте Абайдың қара сөздерін оқу арқылы адамзат өзіне білім, тәрбие алады. Даңқты қолбасшы, әскери қайраткер, жазушы Бауыржан Момышұлының әдебиетте қанатты сөздері жеткілікті. Әдебиет қазақ халқының көркемдік ойлау жүйесін көрсетеді. Онда халықтың тұрмыс-тіршілігі мен дербес идеясы жырланған. Әдебиет мәні негізінен тәрбие, ізет, өнеге болып келеді. Міне сондықтан әдебиет менің отбасымда ерекше орын алады.